Ассалаумағалейкум баршаңызға. Кезінде сенің бетіңе басқан болатынмын, байдан шыққансың деп. Осы тұрғыда айтайын. Дәл осындай жағдайда қалауымда егерде бір жігітпен дәл Айдостың қатыны мен болған жағдайда егерде айта кетейін. Сотканы алам деді ма, байым, сотканы берем. Ақша мәселесі келді ма, ақшаны енеме берем ба, байыма берем ба. Мен сол үйде отыннан кіріп күліне шығамын. Менің көзіме шөп салса да тоқал аламын десе де, сол үйде қатын болып қалатын мен біріншіден. Мені ұрып соқса да, басымнан без ешкімге күлген емеспін бұл жағдайда. Менің басымнан өтетін жағдай болса, менің шешем қалай қорлық көрсе, осы күнге дейін, дұрыс па, әкем ішіп көзіне шөп салған жоқ, Құдайға шүкір деймін да. Егер де дәл сондай жағдай, мені шешем қалай тәрбиелеген, осы уақытқа дейін мен байға тимегенімнің себебі осы мінезімнің арқасы, дұрыс па? Міне, мен сол себепте қалауға мәжбүр отырмын. Одан кейін міне себебін түсіндіріп өттім. Ал екінші мәселеге мен әке шешемнен мотивация аламын. Мені қанша жыл көз алдына балалық шағымнан әке шешемнің өмірі көз алдында, сондықтан мен ешқашан ажыраспаймын, ажырасуға мәжбүр болмаймын да. Сол себепте мен қалам сол пример. Көрдіңіз ба, өз сөзімен айтып отыр да, өз аузымен айтып отыр да. Кезінде менің шешем қандай қорлық көрді, сол қорлықты көруге мен дайынмын дейді. Өзі біліп тұр, шешесі қорлықта өткен өмірі ше. Андай, менің шешем осындай жасады, менің анам осылай күшті өмір сүрді, әкемнің айтқанынан шықпады, содан мені қалай күшті өмір сүрді, мен де сондай өмір сүрем деп айтып тұрған жоқ. Менің әкем шешеме қандай қорлық көрсетті, сондай қорлықта өмір сүруге дайынмын, мені солай тәрбиеледі деп мақтанышпен айтып тұр да. Сондай оймен жүретін адамдар бар негізі. Мен алдыңғы рилсымда да жазып жатыр ғой. Қатын өзі кінәлі, қатын тілінен табады. Және сөйтіп айтатын адамдар андай тәрбиесі сөйтіп сөйлеуге тәрбиесі жібереді. Қатын бірдеңке деп ше. Андай жақсылап жөндеп түсіндіріп айтпайды. Әйел адамы әйел заты немесе ана деген мынандай болу керек деп айтпайды олар. Қатын орныңды біл, орнын білу керек деп соны айтып отқан еще әйелдер. Және де әйелді ұру керек деген мынандай понятиямен жүретін еркектер де бар, иә. Және менің алдыңғы рилсым астында керемет жазып жатыр ғой. Мен айтам да, сондай әйелдерді ұратын еркектер осындай әйелдерді алып, екеуің два дебила это сила деп семья создавать етіп, отбасы құрып, иә, ары қарай туып, жаңағы өсіп өніп, сондай өзі бір-бірлерін қинап жүре берсеңдерші, оқыған, тоқыған, көз ашық, нормальный әйелді алып, қызды алып, ұрып, оның өмірін құртқанша, оның психикасын құртқанша, мені дап-дайын тұр ғой, мен барлық азапқа, мен барлық қорлыққа көнем деп тұр ғой, осыны ала салсаңдаршы, ұратын еркектер. Не қыласыңдар, басқа адамды алып, өзгертіп, мені дап-дайын тұр. Сөйтіп екеуің мықты семья болып жүріңдер. Және де жаңа посттың астына жазып жатқан әйелдер бар ғой, неше түрлі сөздерді. Вот солардың қыздарын алыңдар да күніге ұрып, ештеңке демейді, мамасы да ештеңке демейді, қызы да ештеңке жасамайды. Вот сөйтіп өсіп өніп жүріңдер айналайындар, басқа қыздарға, жақсы қыздарға тиіспеңдер. Сіздерге бір қызық айтайын. Кеше маған қаншығит деп жазып жүрген әйел естеріңізде ма? Комментарийға. Сол әйел мына әйелдің анасы екені рас па? Сомен мына әйелді Руслан өзіне сарапшы ретінде шақырыпты студиясына. Кіріп, ойбой, елге еңбегі сіңген, оқыған, тоқыған, қандай бір кісі екен деп ішіне кірсем, осындай екен. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu. Сомен әлгі әйел маған қаншығит деп жазған. Осындай әйелді тәрбиелесе, сарапшылыққа күшті адамдарды шақырады екенсің, Руслан. Негізі студияң проходной двор болып кеткен жоқ па? Қандай әйелдермен араласасың? Қаншығит, дамбал, тағандайлар бар. Мен айтам да, Аллаға шүкір біздің әділдікті жүрегі сүйетін, көкірегі ояу, тілі өте өткір журналистеріміз өте көп. Соның бірде-бірегейі Гүлмира Әбіқай. 165 миллион теңге, ол сол кездегі 20-25 адам жұмыс істейді. Келесі ел алдына жүрген алпауыт қайырымдылық қор қарекет, бірақ ресми сайтта есеп қаржыға қатысты еш дерек көрсетілмеген. Жалпы сансыз көп қордың арасынан заңды тіркелгендер аз. Заң неге мұндай олқылықтарды жіберіп қойды деген. Ой, кезінде Ильясты да Асаруменің директорында отырғызып қойып, қалай сұрақтың астына алды. Қорққаннан олар айлық табысын, есеп қисабын айтып, ақталып әлек болды. Ильяс болса қай өтірігін айтарын білмей, біраз сандырақтап азапқа түсті.
ауру жандарға ақша аудару деген. Ал енді арада 3 жылдан бері пәтер ала алмай жүргендер, сіздер бердік деп қолына ұстатып, бірақ 1 жылдан бері, 6 айдан бері. Сол кезде Гүлмира әпкемізге әй жарайсың бәрекелді қазақтың қызы деп едім. Бірақ сол бағдарламаға мысал ретінде міне қараңдар, менің құрбым есеп қисапты күшті береді, істеп жүрген жұмысы адал, міне халқым осындай болу керек деп тарс еткізіп Ырысбала Экранбай қорының есеп қисабын көрсетіп жүргенде тіпті керемет болар еді. Не болмаса деймін да, бағдарлама деген жан жақты болу керек, Енді қордың жаман жақтарын көрсетіп жатсыңдар, қордың жақсы жағы міне Ырысбала Экранбай деп. Сол сұрақтардың бәрін Ырысбала Экранбайға қойып, айлығың неше, есеп қисабың қандай, қай жерге қанша ақша төлеп жатсың, 1 жылдық табыстарың қандай болды, қандай самолетпен ұшып жүрсің, үйді қаншаға алдың, қалған ақшаны келесі жылға қалдырдың ба, әлде өз қалтаңа салдың ба деп, осындай өткір сұрақтарды қойғанда тіпті керемет болар еді. Енді биылғы жыл өте қызық жыл болып жатыр. Депутаттар да, журналистер де, барлығына не болған деймін да. Халықтың сүйікті шай Мединадан тамаша сүйінші жаңалық. Бұл жолы тек қана шай ішіп қоймайсыз, достар, шындығында мына артында тұрған көлік те, пәтер де сіздікі. Қалай дейсіз ғой, шындығында 10 көлік. Енді мына кісінің мына тірлігі дұрыс па, бұрыс па, өздеріңіз жауабын беріңіздер. Біз барлығымыз қоғам болып, халық болып, блогерлермен алысып, машина ойнатып, елді азғырмаңдар деп жатсақ, бұл кісі блогер аздай шайдың рекламасын жасап, машинаны ұтысқа қойыпты. Соған қарағанда журналистердің айлықтары азайып қалған ба? Айтпақшы, осы шайдың бағасы қанша теңге? Бізде Қазақстанда магазиндерде шай жоқ па? Мен айтам да, Аллаға шүкір, біздің әділдікті жүрегі сүйетін, көкірегі ояу, тілі өте өткір журналистеріміз өте көп. Соның бірде бірегейі Гүлмира Әбіқай. 165 миллион теңге, ол сол кездегі 20-25 адам жұмыс істейді. Келесі ел алдына жүрген алпауыт қайырымдылық қор қарекет, бірақ ресми сайтта есеп қаржыға қатысты еш дерек көрсетілмеген. Жалпы сансыз көп қордың арасынан заңды тіркелгендер аз. Заң неге мұндай олқылықтарды жіберіп қойды деген. Ой, кезінде Ильясты да Асаруменің директорында отырғызып қойып, қалай сұрақтың астына алды. Қорққаннан олар айлық табысын, есеп қисабын айтып, ақталып әлек болды. Ильяс болса қай өтірігін айтарын білмей, біраз сандырақтап азапқа түсті. Ауру жандарға ақша аудару деген. Ал енді арада 3 жылдан бері пәтер ала алмай жүргендер, сіздер бердік деп қолына ұстатып, бірақ 1 жылдан бері, 6 айдан бері. Сол кезде Гүлмира әпкемізге әй жарайсың бәрекелді қазақтың қызы деп едім. Бірақ сол бағдарламаға мысал ретінде міне қараңдар, менің құрбым есеп қисапты күшті береді, істеп жүрген жұмысы адал, міне халқым осындай болу керек деп тарс еткізіп Ырысбала Экранбай қорының есеп қисабын көрсетіп жүргенде тіпті керемет болар еді. Не болмаса деймін да, бағдарлама деген жан жақты болу керек, Енді қордың жаман жақтарын көрсетіп жатсыңдар, қордың жақсы жағы міне Ырысбала Экранбай деп. Сол сұрақтардың бәрін Ырысбала Экранбайға қойып, айлығың неше, есеп қисабың қандай, қай жерге қанша ақша төлеп жатсың, 1 жылдық табыстарың қандай болды, қандай самолетпен ұшып жүрсің, үйді қаншаға алдың, қалған ақшаны келесі жылға қалдырдың ба, әлде өз қалтаңа салдың ба деп, осындай өткір сұрақтарды қойғанда тіпті керемет болар еді. Енді биылғы жыл өте қызық жыл болып жатыр. Депутаттар да, журналистер де, барлығына не болған деймін да. Халықтың сүйікті шай Мединадан тамаша сүйінші жаңалық. Бұл жолы тек қана шай ішіп қоймайсыз, достар, шындығында мына артында тұрған көлік те, пәтер де сіздікі. Қалай дейсіз ғой, шындығында 10 көлік. Енді мына кісінің мына тірлігі дұрыс па, бұрыс па, өздеріңіз жауабын беріңіздер. Біз барлығымыз қоғам болып, халық болып, блогерлермен алысып, машина ойнатып, елді азғырмаңдар деп жатсақ, бұл кісі блогер аздай шайдың рекламасын жасап, машинаны ұтысқа қойыпты. Соған қарағанда журналистердің айлықтары азайып қалған ба? Айтпақшы, осы шайдың бағасы қанша теңге? Бізде Қазақстанда магазиндерде шай жоқ па?